Твиттер белсендісі кім деп ойлайсыз? Қазіргі таңда Твиттерді көп адам пайдаланады. Соның ішінде белгілі саясаткер Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттер әлеуметтік желісін белсенді қолданатындардың қатарынан. Елдегі және әлеуметтік маңызды оқиғаларға қатысты пікірін желіде үнемі білдіріп отырады. Жуырда оқушыларға 1-ші сыныптан бастап ағылшын тілін оқытудың қажеті шамалы екенін, ең әуелі қазақ және орыс тілдеріне ден қою керек екенін жазған болатын. Сондай-ақ таяуда Қасым-Жомарт Тоқаев BBC-ге берген сұхбатында Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылы президент сайлауына қатысатынына сенбейтінін ашық айтқан еді. Сенат спикерінің жеке пікірі қазақстандық бақ беттерінде қызу талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың отбасы үйленген, баласы Тимур Тоқаев 1984 жылы Мәскеуде туған. Швейцариядағы колледж дю Леман және Вебстер университетінде білім алған. Саяси ғылымдар кандидаты. Жары Надежда Тоқаева 1957 жылы туған. Мәскеу тарих мұрағат институтының түлегі болып саналады. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның президенті қызметіне 2019 жылдың 20 наурызында келді. Жаңа мемлекет басшысы бірінші шешімімен Назарбаевқа Қазақстанның дамуына қосқан үлесі үшін алтын жұлдыз ерекше төсбелгісін табыстап, халық қаһарманы атағын берді. Сонымен бірге Тоқаев Астана атауын Нұрсұлтан деп өзгертуді ұсынды. Кейінірек парламент депутаттары бірлескен отырыста бұл ұсынысты бір ауыздан мақұлдады. Астана әкімдігінде өткен мәслихаттың 46-шы сессиясында да депутаттар бұл шешімге қолдау білдірген.